Саламатсыздарбы, құрметті оқырмандар. Есімім Дылмұрат, математика пәнінің мұғалімі боламын. Бізде бүгін қарапайым УТ есептерінен бір есепті талдап берейін деп отырмын. Шығарудың әртүрлі әдісі бар. Мен қысқаша көбейту формуласын қолданып шығарайын деп отырмын. Енді 9 деген санымыз түбір астында 2-нің квадраты плюс түбір астында 7-нің квадраты екені белгілі. Және 14 деген түбір астында 14 дегеніміз түбір астында 2 мен түбір астында 7-нің көбейтіндісі екені белгілі. Яғни қысқаша көбейту формуласын пайдаланатын болсақ, ол түбір астында 2 минус түбір астында 7-нің квадраты квадратпен біз түбірді қысқарта аламыз. Бұл жерде түбір мен квадрат қысқарып кететін болса, ол кезде бізде модуль ішінде түбір астында 2 минус түбір астында 7. Енді осы жерде көп адам қателесіп қалуы мүмкін. Осылай модульді тастап кету арқылы да, негізі модульді тастаған кезде модульден теріс таңба шықпайды. Сол үшін бірінші үлкен санды жазамыз, түбір астында 7 минус түбір астында 2 деп. Сол нәрсені қателесіп қалмау керек. Тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып, видео ұнаса, сұрақтар болса комментарийді күтемін.